саламатсыздар туғандар. Барыңыздарды Абай атаны барыңыздарды şu жеңіс күнімен құттықтап кеткім келіп жатады. Бұл жеңіс күн оңайменен келген жоқ. Өзіңер білесіздер, қандай қиыншылықпенен, қандай жоғалтуменен, аның ішінен 120 кişi келіп алған. 51 kişi geliptir. Bir жерден айтып қойыш керек. Жаңағы ismini сақтауда көп қиыншылықтар болды. Анткени кейбір аталарыбыз 17 жашынан үйленбей тұрып, үйлене құрмай тұрып кетіпті. Алардың даже сүреттері дағы табылмай, шынын айтқанда ұмытылып бара жатыр. Ошон үчүн мына бөлеки өзүбүздүн жерлештерине, айыл өкмөтүнүн коллективине, мектеп администрациясына, жанагы өзүбүздүн уюштуруу тобуна рахмат айткым келип атат. Ушундай эстелик белгилешип, эстелик курганга, Кубанбайка айткандай, ынтымак болсо баарын жеңебиз. Биз деген ушундай нерселерди жасоого биз милдеттүүбүз. Анткени ушул жерден өскөнбүз, окуганбыз, өлгөнбүз. Өзгөчө аталарыбызга, абайлыктарыбызга таазим кылабыз. Дайым урматтайбыз. Ne var? Kırgızistan, canıma darılar çağıranayı. Omuzumdan bırak korkmalarımdı. Soğuşka varganlarında cengiz maşını verip hayran Kırgız elim el yurtum ata-babalar öskün ata-babalardan nevre çevre olup mağaçan adamlar soğuştun denen engektin ardegeri olup namga yetişken adamlar Adatağ'dan akbatası olmasın. Buna öyle ata deyip jurnalistlara gelip bir kirmaya kalkan şunday yollarımız ölsün, önüksün. Olsun, Kuday'ın akbatası olmasın, işin olmasın, amin Allah.